оқшау және де байлабай. Кеңес әскерлерінің алған жерлері шығарылғанына 35 жыл толуына байланысты Ауғанстан жүйріктегі жарық тақырыбындағы тәрбие сағатымызды ашықты жариялаймыз. Тәрбие сағатымызды Қазақстан Республикасының гимнімен бастайық. Кімдердің жүрегін жараламады десеңші, азаматтық борышын атқаруға әскерге кетіп табытпен оралғандар қаншама. Осындай ағаларымыздың хатын үзінді тыңдаңыздар. 3 топқа өлең беріледі. TEDx әдісі арқылы өлеңдердің негізгі идеясын 10 түрлі шкала бойынша жазып шығып оқисыңдар. Бұл топтық жұмыс. Бұл әріптен елбетінде де әріптер бар. Сол әріптердің арқасында сендер орындарында ауыстырып сөз құрайсыңдар. Кез келген сол әріптерден құрып сөз құрайсыңдар. Қазақстаннан неше мың жауынгер соғысқа қатысты? 22 мың. 22 Қанша жауынгер орден медальдармен марапатталды? 10 мың. 10 мыңнан астам. 65 шыңғыс мәдениет жасты. Бөлеме әдісі дегеніміз, яғни әр 4 қатардың арқасынан сөз қойғанбыз. Сол сөзге сәйкес келетіне алдына сөздер жазып, және де бір өлең шығарасыз 4 жұмыс. Бұл жұптық жұмыс. Көге шыңғат. Әлемде ешқашан соғыс болмасын деген ниетпен бүгінгі сабағымыз туралы келі байланыстарымызды бейбітшілік құсы көгершінге жазып картаға қойып кетіңіздер.